Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге жұқа әрі дәмді болып шығатын бананды қаймақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге банан, жұмыртқа, ұн, сүт, сұйық май, қопсытқыш және де тұз қажет болады. Алдымен осылай бананымызды жақсылап езіп аламыз. Қаймағымызға қажетті заттардың мөлшерін толық описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Одан кейін үстіне 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне қантын салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді құйып, жақсылап былғап алып, жәймендеп ұнымызды електен өткізіп сала берсе болады. Ұнды 2 бөлікке бөліп салу керек, сонда біздің массамыз біркелкі болып шығады. Оның үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап венчигімізбен араластырып аламыз. Және де қопсытқышымызды салып жібереміз. Негізінде бұны ұнмен бірге салу керек еді. Мен ұмытып кеткендіктен артынан салып жібердім. Одан кейін массамызды блендердің көмегімен осылай сұйықтыққа айналдырамыз. Егер сіздің массаңыз қою болып жатса, үстіне осындай жарты стакан немесе 1 стакан сүт құйып жіберсеңіздер болады. Міне бізде осындай сұйықтық шықты. Енді табамызды газымызға қойып, үстіне сұйық майымызды құйып, табамыз ысығаннан кейін жәймендеп қаймақтарымызды пісіре бастаймыз. Отымызды орташадан сәл жоғары отта қойып, қаймақтарымыздың 2 жағын қызарғанша жақсылап пісіріп алатын боламыз. Әр қаймаққа шамамен толық емес 1 ожауды кетеді және барлығы 15 данасы шықты. Міне біздің қаймақтарымыз дайын болды. Енді өз қалғандарыңызша әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Және де шайға арналған түрлі тәтті тағамдардың түрлерін менің YouTube каналыма өтіп, сол жақтан таба аласыздар. Мен жағдайымда осылай сгущенканы қосып, ортасынан бөліп, әдемі етіп орап қойдым. Егер де сіздерге менің рецептім ұнап жатса, міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.